Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода жасыл помидорды дәл осылай банкада тұздайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай болып келеді. Қызарып үлгермеген осындай жасыл помидорларыңыз болса, дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Ең алдымен 3 килограмм осындай жасыл помидорымызды жақсылап жуып тазалап, видеодағыдай домалақ етіп турап аламыз. Егер қызанақтарыңыз үлкен болса, 2 немесе 4 бөлікке бөліп турасаңыздар да болады. Келесі чесноктарымызды осылайынан 4 бөлікке бөліп, әр банкаға салып шығамыз. Менде 1 литрлік банкілер, ішін жақсылап жуып тазалап алдым. Мінекей барлық чесноктарымызды бөліп салдым. Енді оның үстінен жасыл помидорларымызды видеодағыдай салып шығамыз. Осылайынан жартылай салғаннан кейін үстінен 2 дана лавр жапырағынан салып шығамыз. Әр банкеге дәл осылайынан саласыздар. Одан кейін қалған кесіліп тұрған помидорларымызды үстінен саламыз. Қатты тығыздамаңыздар, бос етіп сала берсеңіздер болады. Міне барлығын салып шықтық. Енді үстінен бір үлкен қасықпен тұзымызды салып шығамыз. Одан кейін әр банкіге осындай паприканың дәмдеуші бар. Үлкен қасықпен дәл осылайынан толтырмай салып шығамыз. Бұл бізде енді салатқа ерекше дәм беретін болады. Және де шамалы қара бұрыштан салсаңыздар да болады. Одан кейін барып уксус, менде осында 70%-тік шамалы бетіне тамызамын. Егер сіздерде 9%-тік болса, шамалы 50 граммнан құйсаңыздар болады. Одан кейін кәдімгі сұйық майымыздан шамалы құямыз, көп құймаңыздар. Мінекей осылайынан салғаннан кейін келесі қасықтың ұшымен кәдімгі қантымызды саламыз. Одан кейін барып кәдімгі салқын суымызды үстінен ақырын құйып шығамыз. Міне қарап тұрсаңыздар достар, өте оңай жасалуы. Құрметті достар, төмендегі подписаться батырмасын басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Енді кәдімгі осындай темір қақпағымызды жақсылап бекітіп бұраймыз, немесе кәдімгі резинка қақпақтарды қолдансаңыздар да болады. Жақсылап шайқап, ішіндегі тұзы, қанты барлығы бір-бірімен араласуы керек. Міне достар, осымен біздің жасыл помидордан жапқан қысқа арналған банкілеріміз дайын болды. Салқын жерде, тоңазытқышта немесе қазір енді күн суық, далада сақтасаңыздар да болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер достар. Құрметті менің көрермендерім, видео ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыздар. Сіздермен болған әйгерім. Келесі видеода жолыққанша.